Кіріңіз. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Қандай мәселемен келдіңіз? Арыз жазайын деп едім. Не болды? Мен балам көзінше мені бүгін қорқытты. Кім? Берік Жұматай деген. Берік? Иә. Тағы Берік па? Отырыңыз. Сіз оны танитын бе едіңіз? Онша танымаймын. Не болған айтыңызшы? Менің ұлым сенің ұлыңның мұрнын қалай бұзды, мен де дәл солай сенің мұрнын бұзам деп айтты. Куәгерлер бар ма? Иә, адам көп болды ана жерде. Мұғалімдер болды, оқушылар болды, әлеуметтік қызметкерлер. Ана Жұматайдың есі дұрыс емес. Аға, арыз жазбай қойсаңыз қайтеді. Ересек адамсыздар. Енді онда тұрған не бар? Қайтесіз? Жоқ, мен бұны былай қалдырмаймын. Ана Жұматайды толықтай тексеру керек. Мен балам үшін де, өзім үшін де уайымдаймын. Жақсы. Жаза беріңіз. Берік. Алло. Берік, ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам, бұлым. Дауысымнан танитындай болдыңыз ғой, учаскелік полицейдің. Не болды? Оны менен емес, сізден сұрау керек. Ұйықтап жатыр ем, айтсаңшы, не болды енді? Қазір кабинетімде бір адам сіздің үстіңізден арыз жазып жатыр. Сіз оны қорқытыпсыз ғой. Содан? Қысқасы, ұйқыны қойыңыз да бөлімшеге қарай тартыңыз. Жақсы. Мына жерде қателік кетті. Тағы не болды? Қайтадан жазуға тура келеді. Енді қараңызшы. Күні дұрыс емес. Қолыңызды басқа жерге қойғасыз. Сіз мені мазақ қылып тұрсыз ғой дейме? Жоқ аға. Енді ереже солай ғой. Арызыңызды қабылдасын десеңіз, дұрыстап жазыңыз. Мен бұл істі былай қалдырмаймын. Анау Жұматай сияқтылар жауапқа тартылу керек. Менің үстімен арыз жазып жатсыз ба? Бұл жерде не болып жатыр өзі? Болмайтын нәрсеге арыз жазғаныңыз не? Жоқ әлде сіздің басқа айналысатын шаруаңыз жоқ па? Мен сізді түсінбедім. Бәрі майда шүйдеден басталды. Осындайлардың кесірінен тәртіп ешқашан болмайды. Кешіріңізші. Енді олай қайталанбайды. Енді ұстамды болуым керек еді. Мен ұлыммен сөйлестім. Ол маған уәде берді, енді қайталанбайды деп. Өтініш сізден. Бір жолға кешіріңізші. Жоқ, мен бәрібір сіздің үстіңізден арыз жазам. Ол менің принципім. Ал сізге сабақ болсын. Қатты принципшіл болып тұрсыз ғой сонда, иә? Ал сіз мына кісінің отбасында не болып жатқанын білесіз бе? Ондай қиындықтар сіздің үш ұйықтасаңыз түсіңізге де кірмейді. Аға. Араласпаңыз. Кейде тас жүрек болмай адам болып қалғанда дұрыс. Екеулеріңіз бір-біріңіз танисыздар, жау емессіздер. Кешірімін сұрап тұр, тағы не керек сізге? Өтінем. Кешіріңізші. Рас айтам, енді қайталанбайды.
Үй таптыңыз ба? Иә, осы маңдағы жер үйден тапты. Түсінікті. Әйеліңізден хабар бар ма? Жоқ. Тым болмаса бір сөз болсын жазбады ма? Рахмет сізге. Ой, не үшін? Қажет емес. Жағдайымды түсінгеніңіз үшін. Менде мазаңызды алмауға тырыстым. Рахмет. Сәттілік тілеймін. Берік, сәлем. Нөмірді сақтамай қойсаң болады. Жауапты жазба. Бұл менің нөмірім емес. Мен шетелге ақша табуға кеттім. Жібермейтініңді біліп қашып кеттім. Балалар саған аманат. Жаңа өмір бастап, ел қатарлы болғым келеді. Интернеттегі коучтардың курсын оқып алғаным қандай жақсы болған. Көзім ашылды. Өз үйім болса деймін. Өзім үшін өмір сүрем. Мен бақытты болуға лайықпын. Қош бол. Реті келгенде хабарласып тұрам. Дәмсінай? Ас болсын қызым. Анамдікіндей дәмді болыпты. Енді анаңдікіндей дәмдетіп жасай алмаймын. Қолымнан келгенше тырыстым. Балам, көзің жұмшы. Мынау саған. Маған ба? Иә. Рахмет. Енді онша мықты емес, бірақ әзірге ұстай тұруға болады. Әрине. Әкел, ашып берейін. Құтты болсын. Рахмет. Әке, Ау, маған ше. қызым саған келесі жол алып берем. Жақсы ма? Жарайды, келістік. Міндетті түрде алып берем. Енді сабағын жақсы оқы. Бес алатын. Келістік па? Аға, әйел аналық сезімінен айырылуы мүмкін бе? Негізі ондай жағдай болушы ма? Кезінде ондай болмаған.
Анасы баласы үшін отқа да, суға да түсуге дайын еді. Ал қазір ештеңеге таң қалмаймын. Заман басқа. Бәрібір. Ойланып ойын өзгертеді. Түбі қайтып келеді. Бәлкім қайтып келетін шығар. Бірақ Берік, өзің ойлашы. Қайтып келгенмен бұрынғыдай өмір сүре аласыңдар ма? Сен бұрынғыдай оған сенесің бе? Қайта тастап кетпейді деп сенімді жүре аласың ба? Кім тағы? Не керек? Сәлеметсіз бе? Жұматайлар отбасысына тұра ма? Берік, сен Жұматайсың ба? Сәлеметсіз бе, Берік? Сәлеметсіз бе? Кіріңіз. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Сәлеметсіздер ме? Мына жерге отырыңыз. Балалар, сабақтарын қайда оқиды? Осы жерде. Қайда ұйықтайды? Төсекте. Екеуі бір төсекте ұйықтай ма? Иә. Әзірге бір төсекте, жақында тағы қосымша төсек алам. Мына тар бөлмені қай жеріне қоймақшысыз? Тамақтар қалай? Тамақты кім пісіреді? Әкем пісіреді. Өстінде дәмді қылдырып пісіреді. Татусыңдар ма? Әкелерің сендерге ұрыспай ма? Жоқ, татумыз. Жақсы. Басқа сұрақтарың жоқ. Жақында бұдан да үлкендірек үй табам. Жақсы болар еді. Жүріңіз, мен сізді шығарып салайын. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Сау болыңдар. Не машина мынау? Иә, атаның да көлігінен ескі ғой мынау. Кім жүргізуші? Bluetooth қойшы. Біз музыкамызды тыңдайық деп едік. Bluetooth жоқ. Естідің ба? Мынаның тіпті Bluetooth да жоқ. Қалай көлік айдап жүр? Не иіс мынау? Бір жаман иіс шығып тұр. Сен машинаңды жуғансың ба өзі? Көлігім таза. Сен мына көлікпен бірінші адам тасымас бұрын мына темірің неге дұрыстап жуып алмайсың? Біз малмыз ба саған? Таза. Шындашы давай. Сен есің дұрыс па? Дұрыс емес. Үстіңнен арыз жазамыз. Не істеген келесі соны істе, давай шықша.
Не істейтін сен бізге үйретпей ақ қойшы, а? Сен олай өзінің әйеліңе сөйле. Қайда жүрсіз? Кешіріңіз. Неге сонша кешіктіңіз? Шлагбаумнан кіргізбей қойды. Енді? Енді осы жерге дейін жаяу келдім. Жүгірмедің ба? Жүгірмедім. Осы. Көлік неше жылы? 2003. Сол кезде үйленген едім ғой. Біраз жыл болыпты ғой. Негізі бекер үйлендім. Неге? Қанымды ішіп бітті ғой. Анау жерге барып тоқташы. Ағам нағам майда жоқ. Бәрін ала берші. Рахмет. Аман бол. Қазір аға тоқтаймын. Шыдаңыз. Қазір тұр. Қарызымды процентмен қайтардым. Көрдің бе, істей алады екенсің ғой. Сонша жылап едім. Көмегіңізге рахмет. Сау болыңыз. Пысық, ә? Не дедіңіз? Қатты пысық екенсің деймін. Олай болса 30%-ке аренданы көтерем. Не? Екінші рет қайталамайым. Айта беріңіз. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе. Жұматайлар бойынша келдім. Балалар құқығын қорғайтын орталыққа хабарластым. Иә, олар не дейді? Бұл отбасының жағдайына алаңдап отыр. Алаңдап? Неге? Балалардың тұрмыстық жағдайына. Бөлмелері тар, жиһаздары ескі. Уақытылы тамақ ішпейді. Бұның бәрі тіркелген. Бірақ олар тап-тұйнақтай тап-таза. Сабаққа да кешікпейді. Өзіңіз де көріп тұрсыз ғой. Біз тек сыртқы келбетіне қарап шешім шығармаймыз. Үйдегі жағдайды да ескереміз. Үйдегі жағдай дейсіз ба? Иә, үйлері тар, бірақ әкесі бәрін жасап жатыр ғой. Көріп тұрмын. Балалар құқығын қорғайтындар бұл мәселені жан-жақты қарастырып жатыр. Балаларды алып, тиісті мекемеге орналастыру да мүмкін. Тиісті мекеме? Иә. Үйде балаларға жағдай болмағанда жасалатын стандартты процедура. Енді әкелерінен айырсақ, балаларға не болатынын ойладыңыз ба? Олардың әкелерінен басқа ешкімі де жоқ. Сізді түсініп тұрмын. Бірақ тәртіп сол. Тәртіп бөлек, ал шынайы өмір бөлек. Біз дәл қазір балаларды әкелерінен айыратын болсақ, балалардың психикасын бұзамыз. Сізді хабардар ету менің міндетім. Әрі қарай мәселені өзіміз шешеміз. Әлі өлмедім. Қалыңыз алай. Көлігің жүріп тұр ма? Иә, жүріп тұр. Бірақ қымбатқа шығып тұр. Берік. Ал. Мені бір жерге апарып келе аласың ба? Ақшасын төлейін. Жақсы. Қашан апарайын? Сен тынығып ал, сосын
Уақытыңды алмайым. Жақсы аға, келістік. Не болды саған? Ештеңе. Жылағансың ба? Бір нәрсені әлі түсіне алмай жүрмін. Нені? Ол неге әлі келмеді? Бұл сұраққа жауап бере алмаймын. Бүгін түсіме кірді. Келіп сөйледі. Не деді сонда? Маған сатқынсың деді. Әке, неге осылай болды? Оны қалай ғана жібердің? Әке, өтінемін. Анамды қайтаршы. Маликаны мектепке апарасың ба? Жоқ. Әке, шаршадым, отыра тұрайықшы. Әке, осы күнде таңертең тұрғанда шаршамайды ма? Енді оның міндеті ғой. Кімге міндетті? Табиғатқа. Ал егер күн жалғып кетсе ше? Қызым, күн жалықпайды. Ал егер табиғат екеулер ұрысып қалса ше? Күн болды, шаршадым, ұйықтаймын, жұмыс істемеймін десе ше? Ол кезде біздің жағдайымыз қиын болатын. Күнде демалу керек қой, бұл әділетсіз ғой. Сен түнде ұйықтағанда күн демалады. Ал каникул ше? Қызым, енді күннің каникулы болмайды. Ол барлығының тірегі. Ал күнге? Не күнге? Күнге біреу көмектесе ме? Күн барлығын өзі істей бере ме? Оны енді сабақтан сұрайсың, жақсы ма? Жарайды. Шаршағаның басылды ма? Иә. Қызым, сабақ жақсы оқысаң, бәрін білетін боласың. Жақсы ма? Жарайды. Берік, тоқтаңызшы. Сізге бірдеңе айтуым керек. Кеше маған әлеуметтік қызметкерлер келген. Содан? Ол сіздің ісіңізді балалардың құқығын қорғайтын органға өткізіпті. Ол не? Ол дегеніміз тұрмыстық жағдайыңыз көңілдерінен шықпапты. Не істеуім керек айтыңызшы? Мені және балаларымызды жайымызға қалдыру үшін не істеуім керек? А? Мен сізге ескертіп жатырмын ғой. Барынша қолымнан келгенше көмектесем. Малика өте зерек қыз, оның өмірін бұлай құртылған қаламаймын. Өмірін бұлай құртылған қаламаймын дегеніңізді қалай түсінемін? Ол дегеніміз балаларды сізден тартып алу мүмкін деймін. Олай болмайды. Ал, кеттік бе? Иә, кеттік аға. Көңіл күйің жоқ қой. Не болды? Жай аға, бір жағдай болып қалды. Берік, екеуміз көрші тұрғанымызға көп болмаса да, сенің қас-қабағынан бәрін түсінетін болыппын. Не болды айтсаңшы? Уайымдамаңыз аға, өзімнің жеке мәселем. Сен мәселенің бәрін өзіңе арта берме. Кейде адамдардан көмек сұраудан қысылма. Жалғыз адам, жарты адам ғой. Көпшілікпен болғанда толық адам болады.
балаларыңды тартып алулары мүмкін. Не дейді? Құрметті көрермен, аналары тастап кеткен балаларды енді әкелері тастап кетсе обал емес пе? Мен Беріктің жағдайына бейжай қарай алмадым. Берікке не үшін көмектескенімді білгіңіз келсе, келесі бөлімді өткізіп алмаңыз. Арнаға жазылып, тіркеліп қойыңыз.